Баршаңызға сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің бүгінгі видеом, простой қазақтың бүгінгі видеосы, ең кедей футболшылар. Луис Суарес 3-ші орында. Бұл жігіт Уругвайда дүниеге келген екен. Оның әке-шешесі өте нашар тұрған, және де оның өзіне бөлек 7 інісі болған екен. Луис Суарестің жазбаларында ол кейіннен футбол ойнап танымал болып содан ақша тапқан. Криштиану Роналду 2-ші орында. Барлықтарыңыздың сүйікті футболшыларыңыз Португалияда дүниеге келген. Криштиану Роналду кішкентай кезінде өзімен қоса өзінің 3 бауыры болған деседі. Роналдоның әкесі қарапайым теңізші болған, яғни қайықшы. Криштиану Роналду кейіннен өз еңбегімен жұмыс істеп, және де спортинг құрамаларына кіріп, одан кейін барып өз еңбегін Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, қазіргі таңда Ювентус секілді алып клубтарда өз өнерін көрсетіп, кім білсін, ол кездегі Роналдо қазіргі 5 алтын доптың иегері болатын. Келесі Месси, 1-ші орын. Лео Месси, Лионель Месси. Менің сүйікті футболшыларымның бірі, алайда меніңкі өз басым Роналду. Месси. Кішкентай кезінде Месси бойы өспеу синдромына шалдыққан екен. Ал әке-шешесі болса, бұған не істейтінін білмеді. Ешқандай футбол клуб бұны алмады. Яғни бұл деген үлкен футболға жолың жоқ деген сөз. Ешқандай футбол клуб бұл үшін қаншама доллар төлеп, $1000 құртқысы келмеді. Сол үшін де алмады. Ал оған алыстағы Барселонаның көзі түсіп, қазіргі таңда 5 дүркін алтын доп шебері. Рахмет достар.